Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі бұл 2005 жылдан бастап енгізілген. Бұл жұмыс істейтін азаматтарды әлеуметтік қорғау нысандарының бір түрі болып табылады. Жұмыс берушілер өз тарапы есебінен ай сайын өз қызметкерлеріне табысының 5% мөлшерінде әлеуметтік аударымды аударып тұру міндетті. Осы әлеуметтік аударымдар қатер туындаған жағдайда біздің қордан әлеуметтік төлемдер алуға болады. Ол мысалы жұмыс қабілетінен айырылуына байланысты, асыраушысынан айырылуына байланысты, жұмысынан айырылу, және де жүктілік және босануына байланысты, жаңа туған баланы асырап алуына байланысты, және де бала 1,5 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу әлеуметтік төлемдер қарастырылған. Біздің мақсат осы азаматтар өздерінің осы әлеуметтік сақтандыру жүйесінде құқықтарын білгізуі. Ол үшін біз әр 90 сайын осы ашық күні есігін филиалды өткізіп, келген азаматтарға осы әлеуметтік сақтандыру жүйесі туралы ақпарат береміз. Енді мысалы республика бойынша 2025 жылдың 9 айында 1,2 миллион астам азамат қордан 745 миллиард теңге мөлшерінде әлеуметтік төлемдер алды.